Армысыздар, әлемдегі және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 8-ші сессиясынан сұхбаттар сериясын жалғастырмақпыз. Студияның құрметті қонағымен таныстырып өтейін. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы мырза, арамызға қош келдіңіз. Енді қазақтың мәдениетінде үлкенге кіші қарап атымен сөйлемес болар бір жағынан, екінші жағынан сіздің діни жоғары лауазымыңыз бар, онда ескеруге болмайды. Бірақ біз зайырлы құқықтық ортада өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан сізге Қажы мырза деп қарата сөйлесем, рұқсат етсеңіз. Аға десеңіз де, қажы десеңіз де өзіңіздің еркіңізде. Рахмет. Қажы мырза, бүгін міне алқалы отырыста президенттің өзі біршама бастама көтерген болатұғын. Бүгінгі жаһандық геосаяси ахуал ушығып тұрған сәтте діннің рөлін бүгін тағы да бір әспеттегендей болды. Енді мемлекет басшысының бүгін көтерген бастамаларының ішіне қайсы көңіліңізге толды? Аса рахымды, ерекше мейірімді Алла тағаланың атымен бастаймын. Аллаға мақтау болсын, пайғамбарымызға салауат пен сәлем болсын. Әрине, қазақта керемет сөз бар. Мынау ұйысқан, бірлескен ұтат, және бірлік бар жерде ырыс бірге жүреді дейді ғой. Біздің мынау әлемдік дәстүрлі дін көшбасшыларының съезі бірлікке насихаттайтын үлкен бір алаң. Ел үшін және жалпы әлем жұртын бірлікке шақыратын, мейірімдікке шақыратын үлкен алаң деп айтуға болады. Бүгін әрине алғашқы сөзде біздің мемлекет басшысы қадірлі Қасым-Жомарт Кемелұлы бірнеше мәселелерді айтты. Оның ешқайсысын бір жаңағыдай алалап айтуға болмайды. Барлығы бірдей адамзат үшін өте маңызды дүниелер. Соның бірі жалпы енді бірлік. Жалпы дін руханиятында жүрген дін ғалымдардың арасындағы бірлік, жалпы рухани салада істеп жүрген азаматтардың бірлікке қосатын үлесі осы бағытта айтылды біраз дүниелер. Сондай-ақ мынау климаттық өзгеріске қатысты дін ғалымдардың өзінің үлесі, қазіргі таңда мынау Орта Азиядағы су тапшылығы, судың азаюы, осы мәселелер біздің президентіміз бүгін қозғады. Өткенде жолдауында да айтқан болатын бұл сөздерді. Әрине, су ол өмір ғой, адамның өмірі суға байланысты болғандықтан суды үнемдеу жалпы біздің қазақта да бар, судың да сұрауы бар дейді қазақ. Сол сияқты шариғатымызда да, дін исламда да жалпы исрапқа жол бермейді. Алла тағала Құранда айтады, ішіңдер жеңдер, бірақ исрап жасамаңдар. Яғни адам зиян, зая жасамауымыз керек. Әрбір істі ішіп жеуде, басқа да дүниелерде. Сондықтан дәрет алған судың өзінде де біздің бабаларымыз кезінде құманмен дәрет алатын болған. Сол құманның мөлшерін, қанша құманмен жаңағыдай бір құманға құйылған суменен дәрет толық алуына жету керек деген сынды осындай бізге үйреткен тәлім тәрбиелері бар. Сол сияқты мінекей біз ата-бабаларымыздың сол ежелден суды үнемдеуді бізге үйретіп кеткені баршамызға белгілі. Сонда қазіргі таңда да біздің президентіміздің айтқаны осы климаттық өзгеріске қатысты дін лидерларының да өзіндік қолдау үлесінің қажеттілігі де бүгін айтылып кетті. Сондай-ақ қазір енді жасанды интеллекттің уақыты ғой, заманы деп айтамыз, жасанды сана деп жатамыз. Осы бағытта да, осы қазір технологияның дамыған уақытында дін лидерлері де осы халыққа осы технологияның даму үрдісін пайдаланып, жақсылықты, руханиятты халыққа жеткізу үлгісінде дұрыс пайдалана білуі мәселелерді қолданылды. Әрине бұл технология бөлек, руханият бөлек, әрбір істе руханияттың болуы. Жалпы жаңа өзіңіз жоғарыда бастап кеттіңіз, біздің салтымызда үлкенді атын айтамай құрметпен біз оларға құрмет көрсетеміз деген сияқты. Сол сияқты бізде осы кез келген технологияны, кез келген дамыған ғылымды сол руханияттан тыс қолданбай, руханиятпен бірге, яғни құрметпен, қасиеттілікті адамның өмірінің қасиеттілігі, адамның құқығының қасиеттілігін әрқашан біз ескере білуіміз керек. Әрбір ісімізде. Сол сияқты осы дамыған технологияның да жетістігін руханиятпен бірлесе отырып, халықтың игілігіне, ізгілігіне пайдалансақ деген бағытта осындай үндеулер, осындай ұсыныстар болды.
Жақсы, тамаша. Осы ретте мемлекет басшысы жасанды интеллектінің қолданудағы этика бойынша дін аралық комитет құруды ұсынған. Бұл қаншалықты іске асатын? Іске асырылатын болса, қанша уақытта деп ойлайсың? Сондай бір болжам келтіріп берсең. Біз енді президентіміз сайланған күннен бастап, күні бүгінге дейін ол кісінің айтқан сөзі тез арада жедел орындалып келе жатыр. Сондықтан Аллаға шүкір, біздің толық сенімдіміз. Алла қаласа бұл да ұсыныс тез арада қолға алынып, ары қарай өзінің жемісті нәтижесін береді деген сенімдеміз. Алла соны нәсіп етсін. Бұл енді этикаға келетін болсақ, мәдениетке келетін болсақ, өте маңызды дүние. Осы технологияның дамуын пайдалана отырып, осының мәдениеттілігін сақтай отырып, осы дамыған ғылымды, руханиятта дұрыс пайдалана білуге діндарларында бірлесіп атқаратын жұмысы өте көп. Сондықтан Алла қаласа алдағы уақытта біз бұл істі де президентіміз айтқан ұсынысын жоғары деңгейде атқарамыз деп ойлаймыз. Қажы мырза, мынау енді жасанды интеллект өмірімізді бір жағынан жеңілдететін сияқты, бір жағынан одан да келер сын-қатер өте көп. Әсіресе діни сипаттағы мәлімет таратқанда, оның қайсысы бұрыс, қайсысы дұрыс, оның ішіндегі қайсысы расымен ағартушылық сипатта, қайсысы алауыздықты ушықтыратын сипаттағы ақпарат болуы мүмкін. Осы ретте біздің асыл дініміз қандай да бір шара қолданып жатыр ма? Әрине, өте орынды сұрақ. Жалпы жасанды интеллектке келетін болсақ, енді ислам діні бұл халықаралық әлемдік дін. Әлемде әртүрлі ұлт ұлыс бар. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады, біз сіздерді әртүрлі ұлт ұлыс қылып жараттық, араларыңдағы құрметтерің шынайы Құдайдың алдындағы ізгі болғандарың дейді. Яғни ізгілікті ұстанған адамдар Құдайдың алдында құрметке ие. Сондықтан әртүрлі ұлт ұлыс болғаннан кейін әр елдің өзінің салты бар, өз дәстүрі бар. Сол сияқты қазақ елінің де өз салт дәстүрі бар. Мысалы, басқа елдің салт дәстүрі бізге мүмкін жақын болмауы мүмкін, болмаса біздің салт дәстүрімізді басқалар өздеріне жақын тұтпауы мүмкін. Әркімнің өзінің жақсы көретін дүниелері бар. Сол сияқты дін ортақ әлемдік дін болғаннан кейін діни мысалы негіздері, мысалы Құран аяттары, жалпы пайғамбар сүннеттері жалпылама айтылады. Бірақ соның ішінде қазақ халқына қажетті дүниелерменен байланыстырылған күйде егер ол болатын болса, ол біз үшін өте пайдалы. Сондықтан заңның өзі, шығу тетігі заңның, ол бір қалыптасқан халықтың дәстүрін қолдау, қорғау болса, ол заң өміршең болады дейді ол заңгерлер. Сол сияқты дін де солай, осы қалыптасқан біздің өзіміздің дінімізбен сабақтасқан дәстүріміз иншалла қорғалып, сол бағытта егер бұл жаңағы жасанды интеллектте жұмыс жасайтын болса, ол халық үшін тиімді және пайдалы болады. Осы жағын біз ескеруіміз керек. Мысалы үшін қазақ халқы жылқының етін жейді. Ол біз үшін рұқсат етілген. Бірақ кейбір елдер бар, оның жылқының етін жемейді деген сияқты. Осындай фатуаларда, осындай сұрақтарға жауаптарда біз өзіміздің халқымызға тиімді пайдалысын қолдана білуіміз керек. Ол жақсы ғой, пайдалана білуіміз керек. Бірақ жастар мысалы исламға қатысты бір қандай да бір мәлімет алғысы келсе, ғаламторға жүгінеді. Ғаламторда бірден чат-GPT шығады. Исламға қатысты расымен біздің мәдениетімізге сіңген бір ұғымдар бар. Біздің мәдениетке жат ұғымдар бар. Мысалы, Құран Кәрімде жазылса да, ол бізге сіңген дүние болуы мүмкін. Ара жігін қалай ажырата аламыз? Осы жерде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қандай да бір шараны қолға алды ма екен? Әрине, өте орынды. Аллаға шүкір, бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында осыдан бірнеше жыл бұрын цифрлық даму бөлімі ашылды. Қазір енді сандықтық жүйе дамып жатқан заман ғой, әрбір істе бұл енді бір әділдікті, мөлдірлікті көрсетеді бұл бағыт. Сондықтан біз осы бағытты қолға алдық, арнайы оған бөлім аштық, арнайы мамандарды тартып, қазіргі таңда Аллаға шүкір бұл салада көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Соның бірі жасанды интеллектті дамыту және оны өзімізге қолайлы пайдалану, және дұрыс қоғамға ақпарат беру. Бұрындарда бізде болған, енді тәжірибемізде мысалы үшін әртүрлі діни уағыздар болды бұрын. Мысалы, әлеуметтік желілерде, болмаса интернет жүйелерінде сол кезде біз сырттан келген контенттер көп қой енді. Біз Аллаға шүкір қазақ елі жалпы сауатты елміз, бірнеше тілде сөйлейміз, бірнеше тілді түсінеміз. Сондықтан контент деген әлемдік деңгейде ол интернетте тарала береді. Соны біз қалай оны біз алдын алдық. Яғни өзіміздің контенттерімізді, діни уағыздарымызды қазақ елінің имамдарының, ұстаздарының көбірек
қоғамға бере білдік. Соның нәтижесінде Аллаға шүкір біздің 70%-дан астам интернет алаңы өзіміздің муфтият қарамағындағы істейтін имам ұстаздардың уағыз насихатымен толтырылды. Дәл сол сияқты қазіргі таңда да біз осы жасанды интеллекттегі әртүрлі сұрақтарға жауап беруді қазақ ұлтына, қазақ салтына сай шариғи жауаптарды көбірек ақпараттық алаңда қолдану арқылы бұның Алла қаласа алдын аламыз және жастарға дұрыс ақпарат береміз деп ойлаймын. Жөн екен. Расымен уағызды естігіміз келсе, біз мешітке барамыз. Ал енді мешітке бара алмаған жағдайда жастар көбіне интернетте жүгінеді, енді ол өтірік емес заманағы солай. Енді осы діни құндылықтарды ғаламторда тарату үстінде қандай шара қаралып жатыр? Аллаға шүкір бізде ақпарат бөлімі бар. Ақпарат бөлімінде бірнеше біздің арнайы осы ақпарат саласының жаңағыдай мамандар жұмыс жасайды. Және Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өзінің әлеуметтік желіде парақшалар бар. Телеграм дейміз, Фейсбук бар, ТикТок дейміз, қазір жастар көп қолданатын. Осы бағыттарды барлығы бізде Аллаға шүкір бар. Қазіргі кезде жұмыс жасалып жатыр. Және сол сияқты бізде жаңа цифрлық даму бөлімінің ұйымдастыруменен муфтият бот деген сияқты, муфтият ап деген сияқты парақшалар бар. Мысалы, автоматты түрде қойған сұраққа жауап беретін мүмкіндіктер. Мысалы, смартфонға кез келген кісі осы аталған парақшаға тіркелген болса, ол кез келген сұрақты қойса, ол бірден сол мезгілде жауабын алады. Жауап чат-бот сияқты, сол чат-бот деп айтуға болады. Муфтиятты біз бот деп айтамыз. Осы ботта біз келген сұрағымызға муфтияттың қазақ елінің салт дәстүріне сай жауаптарына қол жеткізе аламыз. Бұның барлығы жастарға, жалпы қоғамға, жамағатқа тез байланысқа шығу. Қазір енді өте тез ғой барлық дүние. Мешітке барып жүруге уақыт жоқ. Сұрақты қоя салса жауап беретін мүмкіндіктер көп. Соларды сол алаң бос қалмау үшін біз осындай парақшаларды арнайы аштық. Қазіргі таңда өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Күнделікті көптеген сұрақтар бар, Аллаға шүкір. Және оның әрине барымызға белгілі қазіргі қоғамға қатысты қандай мәселелер бар. Жастар көбіне нені қалайды, жастардың сұрақтары қай бағытта, соған бағытталған арнайы жүйе ол жерде жасалған. Осындай жұмыстар арқылы біз қазіргі таңда уағыз насихаттарымызды жүргіземіз. Және де арнайы мысалы біздің мерекелеріміз бар. Мысалы мінекей осы қыркүйек айында отбасы күніне байланысты біз отбасыға қатысты сұрақтарға жауаптар және отбасыға қатысты насихаттар, уағыздарды біз көбірек жасаймыз. Көбірек контенттерді көбірек тарату арқылы отбасының аман болуына өзімізше үлес қосуға тырысып келе жатырмыз. Қажы мырза, осындай салмақты сүбелі сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Өкінішке орай эфир уақыты шектеулі, әйтпесе конфессияаралық диалог жайында тағы да өрбітуге болар еді. Құрметті көрермен, мен еске сала кетейін, әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезінің алаңынан көшпелі студиямыз хабар таратады. Сағат сайын осы студиямыздан түрлі сұхбаттар шығады. Қапы қалмаңыздар. Мен есім Бақыт Тоқтаева, келесі эфирге дейін қоштасамын, аман сау болыңыздар.